Sağlıklı mi bağlar? Bugün öğrencilerimiz qanday? Fotoğraflar. Bağlar bugün hazır men sizlarga bir siyliq berem. Sol siyliqning içinde qay topqa tushganlaring turali san bor ishinde, yaxshimi? Soni hazır taratib beremde. Odan aqran mana jana ishindagi siyliqni ko'ramiz. Misol birinchi top bo'lsa, o'sha yoqqa kelamiz. Ikkinchi bo'lsa, o'sha yoqqa kelamiz. Uchinchi top bo'lsa, ortqa mana partaga borib o'tiramiz, yaxshimi? Tez. Bölümü oturalım. Bağlar bugünkü bizim taqırımız algoritmni әзірлеу деген taqırib. Biz bilesizler, 190'dan başlap biz yürütüyoruz. Python programmasının жұмыс өтіп ya. Енді біздің bugünkü taqırımızın maqsatı o Python programmalı тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу. Bilemiz, bizde sızıqlı algoritmler, циклдық алгоритм және тармақталған алгоритм бөлінеді. Sızıqlı алгоритмге еске түсейік. Ретімен орындалды. Енді бүгін тармақталған алгоритміміз қалай болады екен? Соны бүгін білеміз, жақсыма. Және алгоритм орындаушысы кім? Не орындаушысы? Алгоритм. Оны да сабақтың аяғына шейін біз білу керекпіз, жақсыма? Мына бізде сызықтық алгоритмнің несі? Мысалы, біз бутерброд әзірлеудің несін көріп тұрмыз? Алгоритмін көріп тұрмыз, я? Бірінші не істейміз? Нанды кесеміз, нанға май жағу, ірімшіктен кесіп алу, ірімшікті нанға қою, және соны болады, я? Енді сол сияқты қазір мен сендерге тапсырма беріп, тал егу тапсырмасы. Естеріне түсірейік. Есіңізге түсіп кетпегенде мысал оқытамын. Қалай бірінші не істейміз біз? Талды Міне балалар, біз бірінші талды егу үшін қолымызға не аламыз? Күректі аламыз. Алу болады. Кім кеп? Аябайды, аябы. Жүрсе, күректі қолға аламыз. Бірінші біз жаңағы алгоритмімізді рет-ретімен орындау үшін күректі қолға дұрыс. Жақсы. Келесі одан кейін жерді күрекпен не істейміз? Ауызға қазамыз, я баян келу. Күректі қолға алдық, жерді күрекпен қазамыз. Күшімізді тексеріңіз, дұрыс па? Жақсы. Келесі не істейміз? Отырғызамыз ба, қоямыз ба? Отырғызамыз. Кел, айдашым. Алды жерімізді күректі алдық, талды қаздық, немізді талымызды отырғыздық, енді не істейміз? Талды немен көмеміз? Күрекпен көмеміз. Кел айбашым. Келесі соңғы енді жаңағы күрегімізді алды, алгоритм рет-ретпен орындалып келе жатыр. Талымызды қойды, одан кейін кім келеді? Рахат келеді. Осымен біз істейміз талды егу алгоритмі бізде орындалады екен. Енді бала бұл ең басында кеткенде бұл сызықтық алгоритм болды. Бала енді тармақталған алгоритм деген қалай түсінесіңдер? Bir misal. Misal getirin. Sızıqlı algoritmге екі misal getirip түсініңдер. Бұрыннан да айтып келатырмын. Тармақталған алгоритм мысалы. Ақжан бізде магазинге барды. Мысалы магазинге барды. Бірінші магазинде бізде нан жоқ екен. Қайтып кете ма? Сызықтық алгоритмде қайтпайды. Не істейді? Келесі екінші магазинді көреді, нан алғанша, сөйтіп үшінші, төртінші магазиндерді аралап, жаңағы нанын тауып алады екен, алгоритм орындалу үшін. Алдымызға қойған мақсат орындалу үшін. Жақсы. Біз қазір осы алгоритмді әзірлеу деген тақырыпты ашамыз.
açamiz taqdirni. Taqdirni açamiz. Және o'qiymiz. Осы algoritmni qadағалау керек degandagi birinchi top, to'pqarishi raqam керек degandagini o'qib, boshqa to'pqa yetkazasizlar, yaxshimi? Kelesi kim to'g'anay to'pqarishisi kelesi sizlar algoritm qasiyatlarini boshqa to'pqa yetkazasizlar. Qancha qasiyati bor, оның qanday harakatli maqsadi bor, sonda o'z to'p yetkazasizlar. Kelesi to'p o'zini qalған соны Nuray o'zini to'pqarishsin. O'zingizlar yetkazasizlar, yaxshimi? Vaqtimiz o'tdi. Endi birinchi to'pdan boshlaylik. Ishlab. Algoritm deganimiz o'rnashga qo'yilgan maqsadda yetu yo'ldan qanday harakatlarni vaqtda ari durust o'rnab kerakligini his qilishadi. Algoritm o'rnау көбінесе адамға немесе автоматтық құрылғыларға, компьютерлерге, есеп машинелеріне береді. Алгоритмнің әзірлеуі ол шығармашылық жұмыс. Тоғаны Дискретілік дегеніміз ол нақты қадамдар қойып, қадамдар арқылы жасалады. Мысал келтіріп кетсем, ол мысалы мен бір дүкенге бардым, мен ол жерден нан таппай қалсам, келесі қанша дүкенге барсам, мен сол нанды тауып алуым керек деп. Ал келесі анықталып, ол нақты бір мақсат алдыға бір мақсат қою арқылы жасалады. Мысалы, мен осы нанды табамын деп арқылы алдыға нақты мақсат қою керек. Алгоритмға бірінші байланыстырушы келеді, яғни қабылдаушылар. Ал логикалық блоктан басқа қабылдаушылар кірмейді. Ал қажет болған жағдайда оларды өзі ұстауға болады. Жақсы. Балалар түсіндіңдер ме бір-бірлеріңді? Бір топта ғана оқыған жерлерін ғана түсінбей, басқа топ айтқанын түсіндіңдер ғой, иә? Балалар, бізде кітапта екі блок схема беріліп тұр, иә, есеп. Қараңдаршы. Сол бізде бірінші есебіміз екі сан берген, осы екі сан үлкенін табу керек. Яғни осы блок схемаға қараймыз да, жаңа Python программалық тілін ашып, IDL'ға кіріп, осы блок схемаға қарай отырып, код құрамыз, иә? Жұптық жұмыс болады, балалар. Бастаймыз, балалар. Яғни балалар не істейміз? Екі сан береміз, мысалы 5, 9-ды береміз. Бізде не істейді? Ең үлкен мәнін тауып береді. Программа жаңа жіберген кезде 5 пен 9 берсек, 9-ымыз үлкен деген жауап шығу керек. Дұрыс келе жатырсың, аяғы. Онда айыру? Программа жібергенде 2 сан береміз. Жақсы. Қате бар. Қате көрсетіп көрсетіп. Екінші тапсырма, бізде жаңа бірінші тапсырманың барлықтарыңыз орындадыңыздар. Жақсы, енді екінші тапсырма бізде А және Б айнымалылары берілген. Олардың мәндерін өсу реті бойынша орналастырыңдар дейді. Не істейміз? Біз А және Б айнымалын енгізіп, жаңа ентеңдікпен. Балалар тура осы блок схемаға қараймыз да, келесі есепті не істейміз? Кодын Pythonға тереміз. Бірінші есепте қарағанда түскен нөмір өлең екен, жоқ екен. 7, 8 берсеңдер, 7, 8, 3, 6 деп берсеңдер, 3, 6. Немесе 9, 4 деп берсеңдер, 4, 9. Қалай? Өсу ретімен, мән береміз, өсу ретімен берілген. Өте жақсы. Ақаш, мәндер шығып тұр, Айбаршы мен Айшан тобы аяқтады жұбы. Келесі, қолдама, Нұра мен Баянның жұбы. Шығарып 4 пен 9-ды берген, 4, 9-ды өсу ретімен бізде
Oğlunuzda öte жақсы, хаш. Қателер бар, қарап қойыңдар. Балалар енді сабақты бекітеді, бағанан бері алып жатқан сабағымызды, білімімізді шынайы уақыт келді. Осы соткамыз бар ғой, ұялы телефондарымыз. Осыған қазір шуларға кіріп, тапсырмаға, тапсырманы орындаймыз. Бастайық. Кім ба? Қазір соткамызға кірдік қойына. Әркім өз ұялы телефонына дұрыс жауабын берсін. Мысалы, алгоритм қадамдарға орындалатын әрекеттерге бөліну керек. Қандай әрекеттерге бөліну керек? Бітті, қандаймыз да? Сәлді басамыз, е? Одан кейін бізге не істейді? Келесі сұрақ келеді. Келесі сұрақта қай алгоритмнің анықтылығы әрбір қадамы нақты бір мәнді және белгілі бір әрекетті орындауға бағытталуы керек пе? True немесе false, қай жауапты дұрыс деп санаймыз, соны біз жаңа ұялы телефонымыздан белгілейміз. Ең соңында мен көріп шығам, қай оқушыда, қай жұпта дұрыс жауап көбірек. Сонда шығады кімге көбірек жауап, кім қай жұпта алдырайды. Бәрі дұрыс. 6 сұрақ болды, 6 сұрақтың 6-ы да коррект, дұрыс деп, яғни 4 дұрыс жауап. 6 сұрақтың 4-еуіне дұрыс жауап берген, 2-еуіне қателесіп қалыпты. Рахат, сіздерде барлығы дұрыс, жақсы. Қыздар? Баян? Баян? Нұрай мен Баянның жұбында бір қате бар екен, 5 дұрыс жауап бар екен. Балалар жаман емес, жақсы. Бұл дегеніміз бүгінгі сабақты түсіндік, мақсатымызға жеттік деген ойдамын. Жақсы ма? Балалар енді мен қазір кері байланыс берсеңіздер. Менің WhatsApp-ма, бұяқта біздің тобымыз бар, 7 айы. WhatsApp қосымшасына барлығын түсінген болсаңдар, осы тақырыпта. Барлығын түсіндім деп жібересіңдер. Ал егер енді түсініп жаңағы Pythonның есебін енді түсініп білемін, түсінбедім, мүлдем түсінбесіңдер, түсінбедім деп маған жібереміз, жақсы ма? Мен WhatsApp-ымнан сіздерді көріп отырамын. Өте жақсы. Барлығын түсіндім деп кері байланыс беріп жатыр екен менің оқушыларым. Жақсы балалар. Жақсы, рахмет балалар. Көп-көп осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы, орта тапсырмасы қалады. Сау болыңыздар.